Мен Америка құрама штаттарының президенті қызметін атқарып тұрғанда, Иранда ешқашан ядролық қару қолдану мүмкіндігі туындамайды. Армысыздар, сәлеметсіздер ме? Барша Америка халқы шүкір етуі керек. Себеп бірде-бір отандасымыз Иран шабуылынан кейін зардап шеккен жоқ. Бірде-бір адам қаза таппады. Барлық сарбаздарымыз дін аман. Тек инфрақұрылым апатты жағдайға ұшырады демесек, барлығы жақсы. Біздің мықты әскер бәріне дайын. Иран мұны жіті түсінеді. Бұл бәріміз үшін жақсы жайт. Бар әлем үшін жақсы жаңалық. Бірде-бір америкалық, бірде-бір иранды қаза таппады. Ерте ескерту жүйесі өз жұмысын мінсіз атқарды. ақш әскери формасын киген барлық ұл-қыздарымызға алғысымды айтамын. Жұмыстары үшін рахмет. 1979 жылды еске алайықшы. Иран сол кезден бері әлемді дүрліктіріп келеді. Бүгіннен бастап ол күндер артта. Иран террористерді қолдап келді. Ядролық қарумен қорқытып жүрді. Біз бұған жол бермейміз. Өткен аптада шешім қабылдадық. Ондағы мақсат қатыгез террористің көзін құрту. Қасем Сүлейманиді жер бетінен жоқ қылдық. Ол ең сорақы қылмысқа баруды місе тұтты. Сүлеймани террористерді дайырлады. Қарапайым халыққа қарсы әрекет етті. Азаматтық соғыстарды ұйымдастырды. Соның кесірінен қаншама ақш сарбаздары жапа шекті. Ол жол бетіне бомбаларды қойып, салдарынан қаншама жас қыршын кетті. Террорист Ирактағы сарбаздарымызға қарсы шабуылдар жасады. Бір адам көз жұмды. Онымен қоймай, тағы да жорықтар жасауды жоспар қылды. Шүкір, біз оны тоқтаттық. Сүлеймани қылмыскер, ол америкалықтар мен ирактықтарды аяусыз өлтірді. Бұрыннан оны тоқтатуымыз қажет болған. Тоқтаттық. Бұл әлемнің барлық террористеріне ескерту. Егер сіздерге өмір маңызды болса, Америкаға оқ кеземеңіздер. Біз аямай жауап береміз. Иран райынан қайтпаса, санкциялармен сансыратып тастаймыз. Иран бізге рахмет айтудың орнына ақшқа өлім деп ұрандатып жүр. Иран террористерді қолдайды, қаржылай көмек көрсетеді. Йемен, Ливан, Сирия мен Ауғанстанда хаос орнатып жүрген Иран. Уақыт келді. Ұлыбритания, Германия, Франция, Ресей мен Қытай мұны мойындайтын шақ осы. Біз бірігуіміз қажет. Жаңа келісім шарт орнатайық, әлемді бірге дамытайық, соғыс дегенді болдыртпайық. Бұл келісім шарт баршамызға пайда тигізуі абзал. Тіпті Иранға да. Иран дамуы тиіс. Олар өз потенциалын дұрыс арнаға бұрмай жүр. Иран бейбітсүйгіш ел болуы мүмкін. Бірақ олар террористерді қолдауын тоқтатпаса, таяу шығыста жағдай тынышталмайды. Біз белгі беріп тұрмыз. Ешкім бұдан бұлай шыдап қарап тұрмайды. Al-Baghdadi, who is responsible for so much death, including the mass beheadings of Christians, Muslims. Мен президент болғалы, ақш экономикасы қарыштап дамып кетті. Еліміз энергетикалық тәуелділіктен арылды. Бұл тарихи жетістік. Бізге біреудің мұнайы, газы түкке де керек жоқ. Біз өзімізді өзіміз қамтамасыз ете аламыз. Біздің әскери күшіміз теңдессіз. Бізден асқан әскер әлемде жоқ, бірақ күшімізді көрсетуіміз керек деген сөз емес. ISIS is a natural enemy of Iran. The destruction of ISIS is good for Iran, and we should work together on this and other shared priorities. Finally, to the people, сөз соңында Иран халқына үндеу жасағым келеді. We want you to have a future and a great future, one that you deserve. Иранға жарқын болашақ сыйлау мақсатымыз екенін ұғыныздар. Сіздер соған лайықсыздар. Басқа елдермен жақсы қарым-қатынас орнатыңыздар. Біз сонда бейбітшілік ұсынуға дайынбыз. Біз бейбітшілікті қалаймыз. Құдай Американы қолдасын. Қош, сау болыңыздар.